Бұл витринада қазақ халқының ұлы тұлғалары Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаевтың домбыралары қойылған. Бұл домбырамен өзі және оның ұлы Ақылбай ойнаған. Кейіннен Ақылбай қайтыс болғаннан кейін домбыраны өзінің ұлы Исраилға, яғни Абайдың немересі Исраилға тапсырып кеткен. Исраил бұл музыкалық аспаппен көптеген байқауларға қатысып жүлделі орындар иеленген. Кейіннен 1959 жылы Исраил қайтыс болғаннан кейін оның қыздары бұл музыкалық аспапты Семейдегі тарихи-өлкетану музейіне тапсырған. Мұражайда 18-19 ғасырдағы қазақтың ұлы зиялылары, ұлы тұлғалары, ақын жыраулары мен күйші композиторларының өздері қолданған музыкалық аспаптары түп нұсқа күйінде сақталған. Солардың ішінде Нұрғиса Тілендиевтің, Жамбыл Жабаевтың, Махамбет Өтемісұлының күй шерткен домбыраларының түп нұсқа үлгілері бар. Мына тұрған Құрманғазы Сағырбайұлының домбырасының көшірмесі түпнұсқа түрі Астрахань қаласындағы Құрманғазы мәдени орталығында сақталған. Бұл көшірмені 2018 жылы атақты домбыра жасаушы шебер Едіген Набиев арнайы Астрахань қаласына барып, осы музыкалық аспаптың дәлме-дәл өлшемдерін сақтай отырып, көшірмесін жасап келген болатын. Мәдениет әр қашан тарихпен тығыз байланысты. Дәл осы тарих пен мәдениетті бір арнаға тоғыстырып отырған музейдің бірі Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі. Ол этнограф Өзбекәлі Жаныбековтің жинақтамасымен 1989 жылы ашылған болатын. Бүгінде мұражайда 1000-нан астам экспонат және 9 зал жұмыс істейді. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі бүкіл Орта Азия бойынша бірегей музейлердің бірі. Жалпы дүние жүзіндегі тек қана музыкалық аспаптарға бағытталып жасалған музейлердің қатарында 5-ші орынға иеленген. Ерекше айта кететін жайт, музей коллекцияларының ішіндегі ең көне және тарихи маңызы бар аспаптардың бірі қобыздар. Олардың қатарында 16-шы, 19-шы, 20-шы ғасырларда қолданыста болған бақсылардың қыл қобыздары бар. Жарас бақсының нар қобызы біздің музейдегі ең көне артефакт болып табылады. 18-ші ғасырларда толықтай өрік ағашынан шауып жасалынған, шанағы түйе терісінен, шектері жылқының қылынан жасалынған. Мұражайда қазақ халқының аспаптарынан бөлек 50-ге жоқ әлем елдерінің, түркітілдес тайпалардың музыкалық мәдениетімен таныстыратын жәдігерлері бар. Музейдегі құнды заттарды тамашалауға жылына 27 мыңға жоқ турист келеді екен.